Сәлематсыңдар ма, балалар? Мен Жамбыл облысы Талас ауданы Әбдір Сағынтаев атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Ибраимова Раушан. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Медеу Сәрсекенің Қаныш Сәтбаев роман эссесінің Алатау баурайында бөлімі. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаттары: автор бейнесінің шығармадағы белгілі бір оқиғадағы көрінісін анықтау, көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау. Мақсаттары: барлық оқушылар автор бейнесі туралы кең көлемді біледі. Оқушылардың басым бөлігі шығармадағы белгілі көрініс арқылы автор танытқан бейненің даралығын таниды. Кейбір оқушылар шығармадағы басты кейіпкерлер жүйесіне талдау жасайды. Тыңдалым дағдысы бойынша бейнежазбаны мұқият тыңдап, кейіпкер бейнесін сипаттаймыз. Жарайсыңдар, балалар. Қаныш Сәтбаевтың нақыл сөздерін түсініп оқи отырып, мағынасын ашамыз, ой қозғаймыз. Еңбек етпесең, жиған білімің кәдеге жарамай жатқан минерал секілді. Оның ішін аршып, асыл кенін жарқырату үшін еңбек керек. Қол мен ой қимылы қажет. Ісіңізге, еңбегіңізге, оқуыңызға нағыз адамгершілікпен қарасаңыз, сөз жоқ, жеңіске жетерсіздер. Өз елінің қаратасын мақтан ете алмаған, өзге жердің алтынын да мақтап жарытпақ емес. Біліміңді еңбек пен өмірдің өзінде шыңдап отыр. Сонда ғана білім деп аталатын асыл тас ешқашан тот баспастан жалтырай да, жарқырай да береді. Кәнекей, балалар, осы нақыл сөздер бойынша ойларыңды ортаға салыңдар. Өте жақсы, балалар. Оқу мақсатына негізделген тапсырмаларды орындайық. Бірінші топқа тапсырма: құндылықтар спектрі әдісі бойынша кестені толтыр. Дескрипторлары шығарма кейіпкерлерін анықтайды. Кейіпкерлер құндылығын аша отырып баға береді. Екінші топ тапсырмасы: кейіпкерлер галереясы кестесін толтырамыз. Дескрипторлары шығармадан кейіпкер бейнесін ашатын деректер жинайды. Кейіпкер туралы өзіндік ой пікірін білдіреді. Кейіпкер тұлғасын ашатын сұрақтар дайындайды. Автордың кейіпкерді суреттеуін қолданады. Топ тапсырмасы: Қаныш Сәтбаев образына байланысты кестені толтыр. Дескрипторлары шығармадағы Қаныш Сәтбаев бейнесін табады, қиялындағы кейіпкер бейнесін сипаттайды. Өте жақсы, балалар. Топтастыру әдісі бойынша Қаныш Сәтбаевтың ұлттық мінезін топтастыр. Дескрипторы кейіпкердің қазақ халқына тән ұлттық мінезін топтастырады.
Жарайсыңдар балалар. Балалар, біз Медеу Сәрсекенің Қаныш Сәтбаев роман эссесінен Қаныш Сәтбаевты әр қырынан таныдық. Ғалымның азаматтық тұлғасына, шығармаларына арнаған өзге де ақын жазушылар аз болмады. Мысалы, ақын Кәкімбек Салықов жаманды жақсыменен өлшетуге, екеуін жалғастырып көрсетуге. Қаныштар келген екен жер бетіне, өресін кісіліктің көрсетуге. Көп зерлеп тауларыммен ойпатымды, тудырды кен болжағыш ойтатымды. Кейбіреу аруағымен арпалысса, ол көкте жұлдыз болып қайта туды. Анадан асыл тұлға туып тірі, туған ел сүйді заңғар біліктіні. Ғылымның Гималайын жасады да, болды өзі Эвересттей биік шыңы. Қаныш Сәтбаевтың шыққан биігін дүние жүзіндегі ең биік шың Эверестке теңейді. Иә балалар, қазақтан шыққан дара тұлға Қаныш Сәтбаев ұлтымыздың мақтанышы. Бүгінгі сабағымызда кейіпкер бейнесін жинақтап дараладыңдар. Олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Кері байланыс жүргіземіз. 3Қ әдісі бойынша. Не қиын болды, не қызық болды, не қажет. Үйге тапсырма қазақтың қанышы тақырыбында эссе жазу. Сабағымыз аяқталды. Сау саламат болыңыздар.